Ассаламағалейкум. Екі Бұқа YouTube каналымның тұрақты көрермендері. Видео салмағалы біраз уақыт болып қапты. Сағындырып салып отырайық деп видеомызды. Каналға тіркелмеген кісілер каналымызға лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Әр қазақ бай қуатты болсын. Міне біздің бұқалар 6,5 ай болды. Бұлар енді 1-2 күнде Алла қаласа шығады. Мына 7 бас шығады. Қызылқасқа, мынау Алатау екеуі, Мағара, Тарғыл, Қасқа. Мынау үшеуі осы бір апта болып қалды. 5 күн болды яғни. Енді кірді. Еттері арық. Мынандай болу үшін 6-7 ай ұстау керек. Мына жерде бұқалар болған. Оның алдында тағы дана шортысқа видео қасақ қойдым. Бірінші тұрған бұқамыз 256 кг берді. Екінші тұрған бұқамыз 251 берді. Және ана қасқа бұқаның орнында тоқал бұқа 216 кг берген. Бұның алдында видеолар барлығы бар. Содан көрсеңіздер болады. Ал енді мұн жерде тағы да біреу тұрған. Мұнан орында ол 197 кг берді. Бұналар қыстай бос жай бағылып тұрды да марттың 1-нен бастап байланды. Мұнау қыстай бос тұрып сәуірдің 1-нен бастап байланды. Мұна екеуі 17-нен бастап байланды. Алты жарым ай тұрған подсостар нәтижесін сойылып келгеннен кейін тағы да айтатын боламын. Жоқ дегенде видео түсірмесем де пікір алаңына жазып кетемін. Бұқалардың жағдайлары осылай. Мыналар кішкене міне орта таншалар. Мына жақтағы бұқалардың артынан түсірейін. Мыналар жай кірген міне. Кішіректер. Мына үлкенірек бұлда қыстай видеоға түсіріп жүргем. Бұлда қыстай жай бағылып, дайындалып 4-ші айдың 1-інде байланды. Мыналар 3-ші айдың 1-і байланғандар. Бұлар енді қыстай жем жеп тұрған барлығы. Дайындалып тұрған бұқалар. Мұны екеуі 2-ші айдың 20-сынан бастап байланғандар. Мұнда. Не алды жағынан. Ал енді жем 35% жүгері, 35% арпа, 14% кебек, 6% жымық, 10% бидай беріп жатырмыз қазір. Енді жаңа мыналар шыққаннан кейін тағы да жаңа малдар кіреді, соған кішкене кебегі 12% болған бұрын, қазір 14%-ға шығардық. Кейін 1-2 айдан кейін 12%, 10%-ге дейін түсіреміз. Бидайды көбейтуге болады соңында. Бірақ бидайды 10%-дан артық қосуға кеңес бермеймін. Енді бұқаны байла деп көп жарнама жасайтын едім. Қазіргі кезде
Етіміз жүрмей жатыр. Алматыда да солай. Етке сұраныс аз болып жатыр дейді. Бұқалардың өткізу кішкене ауылдарда барлық жерде қиын болып жатыр. Сосын базардағы тірі мал қымбат. Екеуінің бағасы бір-біріне сай келмейді. Енді бастап қойған кәсіпті істейміз. Алла өзі берекесін берсін. Қанша пайда алсақ та барлығы адал еңбегімізбен келіп жатқан. Адал асымызға бұйыртып істетілсе болды. Қанша пайда алсақ та маңызды емес. Енді бірақ бүйтіп базардағы бұқамыз қымбаттап, бір-бірінен қымбаттатып ала берсе, сосын базардағы ет төмендей берсе, біраз адам бұқа байлай алмай қалатын шығар деп ойлаймын. Енді күзге қарай кішкене еттер қымбаттап қалу керек деген үміттеміз. Әр қазақ бай қуатты болсын. Бірге байық, кәсіптенейік.